Ауылдан қыздар қапты қалаға. Күт жіберейік деп баняға алып келдік. Білем, маған ұрыспаңыздар, ескерту жасамаңыздар. Маған баня болмайды. Мен просто шай ішіп қастарында әңгіме айтып отырамын, жарай ма? Менің шешем маған сіздер сияқты ұрысып замечание жасамайтын шығар. Ужас, не деген жесткийсіздер. Мына жақта пар. Бісміллә. Мына жақта хамам. Бассейн, душ. Бірінші этаж осылай, мында гардероб бар и дәретхана бар. Екінші этаж енді отырып әңгіме айтатын жер. Түскі асқа бауырсақ пісіріп жатырмын. Бүгін өмірімде бірінші рет ертілген жылқының майына пісіріп жатырмын. Ешқандай иіс дәм жоқ екен. Бірақ өсімдік майынан кәдімгі күнделікті өзіміз қолданып жүрген ақ майға қарағанда енді зияны жоқ, пайдалы табиғи өнім ғой. Майда ауыстырып жатырмыз халқым, сіздердің айтуларыңызбен. Біздің үйдің ұлттық тамағы бешбармақтан кейінгі. Еңкейгенімізбен еңбектегенімізге дейін жейтін. Какарон бұның аты бізде. Бала шағаң сәл тәлпіш болса қиында. Тойғанда тоқты топырақ татиды деп. Тоқ заманның балдары да. Аш болса тасты теріп жеп. Тас шайнап құм түкірер. Макарон жемейтіндеріне, бауырсақ жемейтіндеріне осындай тауық духовкада. Жаман жегенін айтады демеңіздер. Бірақ ше, реально жеп ұйықтағаннан басқа дым бітіріп атқан жоқпыз ше. Келіңдер, бір таңға дейін жүретін бала шаға түскі астарың жебаңдар. Ау жаным, жейсің тамақ сен. Жейсің, неғып жемейсің. Ойбай, 4 бала туғандағы шықпаған тер, шілде тер. Мына 4 баланы шомылдырам деп шығып атыр ғой. Мантыға тыңқиып алдық жаңа. Одан кейін 4-шісінен бастадық. 4-шісін шомылдырып, оны нокаутқа жібердік. Одан кейін қыз кетті, Рамин, Кай қазір. Ең соңынан ванна өзіме тиін деп отыр. Сіздер көтіріп бізге шын кеспеге жешіп алдық арасында. Балалар, енді ұйықтамасаңдар, ұят болады енді. Әй, қызғалдақ. Телефон көріп болмадың ба әлі? Қызым, менің қызым. Өскенде кім болғысы келеді мен қызым? Бай болғым келеді. Ужас, ана. 3 жастағы қыздың айтып атқан сөзі бай болғысы келеді. Рамин, бай деген қандай адамдар олар? Мен айтайыншы. Айтшы. Бай дейді. Чай. Сонда ақшасы көп болады, содан адамда бабуji байтады. Сондай, қазір сондай бай бол. 2 машинасы бар, ақшасы көп, оны адамдар көргенде вау дейтін адамдар бай екен. Так, сен түсінігіңде бай болу деген не? Мен айтам, бай деген мынандай болады. Мынандай бассейн, жекмек бассейн, үшінші бассейн, соң кейін мынандай машина болады. Феррари, Макат деп. Сосын? Мынандай алмастары көп, золото көп, ақша көп, пешат көп, сондай. Мынандай немесе халықтың есеті ба, сонда роботтары ба, сонымен анау неге ұқсайды, макатерге ұқсайды машина ба, нәрде. Әке жөндейтін ба өзіміз. Өзінің гаражы бар ма? Сонда үйке олмайбыз. Мынандай не ол? Феррари, Маш деп, Феррари. Мақұл болыпты, түсіндім. Сен жасың қаншада? Мен ба? 5-те. Жасы 5-те, Феррари армандайды бұлар. Мен Феррариде. Сосын? Мен несі Феррари алғым келдім, қызыл түс. Қызыл түс Феррари? Мен
Феррари алу үшін не істеу керек адам? Жұмыс істеу керек, андай жолыта, бәрін алу керек. Жұмыс істеу керек, золото алу керек дейді. Әлі мен өскен жоқпын. Әлі мен жасыма 5. Әкесады неше қалам. Әкесады дәуам соңки жұмыс істеймін. Соңки мәнде жолыта көп жасау керек. Көп жасау керек қой бұны. Жолыта алу керек. Сендерге ше, өскенде кім боласың деп сұрақ қойған. Мен өкініп кеттім, балалар болды, ұйықтаймыз. Жалпы мынау екі аяқты пенде. Сол адам, адамнан асқан айуан жоқ қой негізі. Айуан біз ғой. Айдың күннің аманында бала шағамыз шауып жүрген кезде сүремен, құраммен, дұғамен шаруамыз жоқ қой. 2 күн бала шағамыз температура жетіп, сәл ұйықтағанда шошып жатыр еді. Сразу ютубты ашып Мәриям сүресінен бастадық. Құрсын аят кел күрсі бар ма, Бақара бар ма, түк қоймай жатырмыз. Сондай ғой, жалпы айдың күннің аманда қарнымыз тоқ, көйлегіміз көк кезде Құдаймен шаруамыз жоқ. Басымызға іс түскен кезде ғана ойбай, Құдай, мен не жаздым саған? Құдай, енді бүйтпейм болды. Есегің судан өткеннен кейін бәлді бәрі өтірік.